Gel balam, çayыңды іш. Karnın açқан шығар. Ey balam as, atасы nан деген бір için nandan alып те қарағым. Иә, жаңа піскен ыстық нан. Karnın açқан шығар. Жақсы, көп рахмет, ата. Апа, бұл менен неге алыса бересіз? Қазір дамыған заман ғой. Неге сатып ала салмаймыз магазиндерден? Ей балам-ай, бұл өзі ата-бабамыздан келе жатқан құндылығымыз емес пе? Ата-бабамыз осымен өмір сүріп, осыны киіп, өмірден өткен бұл деген қойдың жүні, анау сатып алған 10 нәскиіңнен мынан бір нәски артық қолдан тоққан. Бұнда қойдың жүнінің қасиеті бар, емдік қасиеті бар, және жылы, жұмсақ. Бұл енді біздің өте ата-бабаның құндылығы. Сендер бұдан қашпаңдар. Бұл өте осындай таза қолдан жасалған нәрселер ғой енді балам. Міне мынандай ұршықпенен иіріп, мынандай жүнді иіремін дағы, мынандай жіп жасайым. Содан мінекей аяғымызды отыр, мынандай нәски тоқиым. Бұл деген таптырмайтын нәрсе ғой. Бұл магазиннен сатып алған бір басқа. Мынаға менің қолымның жылуы бар. Әжемнің тоқығаны деп айтасың. Иә, әже, расымен де дұрыс айтасыз. Енді есімде сақтап жүретін боламын. Маған бұл өте көп мағлұмат болды. Иә, соның дұрыс. Бұл деген осы біздің ата-бабамыздан келе жатқан кәсіп. Біз соны жалғастырып келеміз. Ертең сендер де осыны жалғастыруларың керек. Жақсы әже, түсіндім. Бәрі түсінікті болды. Ал енді ата, сіз не істеп отырсыз? Мен қарағым бидай түктіп отырмын. Осы түктеген бидайымызды ертең наурыз көже жасаймыз. Осыдан өздерің ішесіңдер. Мә қарағым, өзіңде көрші мұнан түктіп. Жақсы ата, көрейін. Мә. Рахмет аға, бүгін сіздерден көп нәрсе үйрендім. Мен Жанасов Нұрым, Қазақмыс политехникалық колледжінің Т-24-9К студенті. Бүгінгі атты дәйек сөзі, яғни ынтымақ бұзылмайтын қорған атты дәйек сөзімен видеоролигімді қысқаша түсіндіріп кеттім деп ойлаймын. Барлығын ақшамен байланыстырудың қажеті жоқ. Одан да асқан құндылықтарымыз, яғни ата-әжеміз үйде отырғанын ұмытпайық. Осы құндылықтарымызда қарттарымызды сыйлап жүре берейік. Сонымен қатар қарты бар үйдің қазынасы бар демекші, осы қарттарымыз біздің жадымызда мәңгі сақталады.